Әр адамның ағзасында қатерлі ісік жасушалар болады, бірақ бәрі бірдей қатерлі ісікке шалдықпайды. Сіздің иммундық жүйеңіз оны реттеп отырады. Егер иммундық жүйеңіз төмен болып, қатерлі ісік тудыратын факторлар ұзақ және көп әсер етсе, қалыпты жасушалар азайып, рак клеткалары көбейеді. Қазіргі кезде онкологиялық аурулар кең таралып, көбейе бастады. Оның себебі көп. Дәрігерлердің айтуы бойынша, онкологиялық ауруларға шалдығудың басты себептерінің бірі адамдардың дұрыс тамақтанбауынан болады деген. Бүгінгі видеода осы тамақтану жайлы айтатын боламыз. Одан бұрын осы рак ауруының пайда болуына әкелетін басқа да себептер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Стресс. Қатерлі ісіктің пайда болуына себеп болатын фактордың бірі. Стресс адамды шаршау мен физикалық әлсіздікке әкеледі. Ағзадағы иммундық жүйені төмендетіп, эндокриндік бұзылыстарға, зат алмасудың бұзылуына, ағзада қышқыл заттардың шөгуіне әкеледі. Дене белсенділігінің аз болуы, артық салмақ, спирттік ішімдіктерді көп мөлшерде тұтыну да қатерлі ісікке алып келеді. Темекі тарту онкологиялық ауруларды тудыратын себептердің бірі. Темекі өнімдерін көп тұтынатын адамда өкпе, көмей, өңеш, ауыз қуысы, асқазан, ұйқы безі ісігіне шалдығуға бейім болады. Ультракүлгін сәуленің әсері, күн сәулесінің астында ұзақ жүру де тері ісігіне, меланомаларға алып келеді. Тамақтану жайлы айтатын болсақ, көкөністер мен жеміс-жидектерді, әсіресе таза көкөніс шырынының құрамында бета-каротин болады. Көкөністі қажетті мөлшерде қабылдасаңыз, қатерлі ісіктің алдын алатын қасиеті болады. Сонымен қатар, сәбіз, асқабақ, өрік, қырыққабатты үнемі жеу керек. Қызанақ құрамындағы ликопен, селен сияқты химиялық элементтер сүт безі рагын төмендетеді. Балықтар, соның ішінде арқан балық, ағзаға аса пайдалы. Құрамында омега-3 майлы қышқылы болады. Тағам арқылы осы қышқылды жеткілікті мөлшерде қабылдаса, әйел адамдар сүт безі қатерлі ісігіне бой алдырмайды. Апельсиннің сыртқы қабығында және ішкі ақ жиегінде лимоноидтар бар. Бұл заттар рак клеткаларын жоятын қабілетке ие. Құрамында көптеген компоненті бар көк шай зиянды клеткалардың қалыптасуын жояды. Күнделікті асқа қолданатын сарымсақ рак клеткаларын жансыздандырады. Оны тамаққа қосар алдында турағаннан кейін 10 минут сол күйінде қалдыру керек. Ол оның бойындағы қатерлі ісікке қарсы күресетін компоненттердің тірілуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар, зәйтүн майы да рактың қалыптасуын тежейтін қасиетке ие. Әйел адамдарда сүт безі рагының алдын алу үшін маргарин майларын шамалап қолданған жөн. Себебі, оның құрамында өсімдік майынан жасанды жолмен алынған май болады. Тамаққа, салаттарға зығыр майын қосқан жақсы болады. Немесе бір ас қасықпен күніне 2-3 мезгіл қабылдауға болады. Зығыр майының құрамында қатерлі ісікті тоқтатуға қабілетті лингин деген зат болады. Қорытындылай келе, қатерлі ісіктердің алдын алу үшін, жалпы ағзаны нығайту үшін, жоғарыда айтылған тамақтану тәртібін дұрыстап, дене жаттығуларын жасап, стресске бой алдырмай, зиянды заттардан аулақ болып, салауатты өмір салтын сақтау керек.